Саламатсыздар ма достар? Мен Шолпан Қасымжанқызы. Кептелісте тұрмын. Күннен күнге қаланың көлігі көбейіп, кептеліс болмайтын көшелерде кептеліс болатын жағдайлар болып жатыр. Бір сіздерменен пікір бөлісе отырайын деген, кептелісті тиімді пайдалану үшін. Мына адам баласы өзіне өзі талап қоюменен өзін өзі тәрбиелеуге келгенде қиындықтарға кездеседі екен. Неге деген сұрақтарды мен өзіме қойдым. Сөйтсек, біз бала кезімізден біреулердің, басқа адамдардың бағыттауына, сол кісілердің баптауына, сол кісілердің тәрбиелеуіне үйреніп қалады екенбіз да. Одан кейін өзімізге өзіміз бағыт беру немесе өзімізді өзіміз тәрбиелеуге келген кезде күтеді екенбіз, көмек күтеді екенбіз да. Кім маған көмектеседі деп. Білесіздер ме, мына қыран өзінің балапанын қанаты қатайып бастағанда, қанаты қатайғанда ұясынан алып құздан лақтырып жібереді екен. Сол кезде әлгі қыран егер қанатын қағып қалықтап ұша алса, ол қыран құс болып қалады екен, қыранға айналады екен. Ал егерде сол мүмкіндікті пайдалана алмайтын болса, ол тасқа соғылады да, белгілі қарай не болатын дегендей. Сол сияқты мен қазір мүлде басқа бағытта жұмыс жасап жатырмын. Сол бағытта күнде өзімді өзім тәрбиелеп, әрине кей кездерде өзіммен өзім келісімге келем да. Мысалы, мен күнде сағат 6-та тұрам дейм. Кей кездерде тұрмай қалам. Сонда өзім келісімге келем да. Жарайды, қош, ертең тұрам деп. Енді бір қадам, екі қадам деп күнде әр қадам менен өзімнің алдыға қойған мақсатыма жақындап келем. Тай басқан бала сияқты. Әр қадамым, әр күнгі жасаған жұмысым. Сондықтан сіз өзіңізді өзіңіз тәрбиелей аласыз ба? Или өзіңізге қатаң тәртіп қоя аласыз ба? Егер сондай әдіс тәсілдеріңіз болса, менімен бөліссеңіздер болады. Мен қазір 100% деп алатын болсақ, соның бір 80%-ына ғана әлім келіп жатыр. 20%-ына көмек керек. Өмірде жалғыз адам, жалғыз ағаш сияқты, жалғыз ағаш орман болмайды дейді ғой. Сол сияқты жалғыз адам көп нәрсеге әлі келмейді. Сондықтан орман болуым үшін, мен өзімді жақсы тәрбиелей алу үшін, өзіме қатаң тәртіп ала алу үшін іздену барысындамын. Мүмкін бірге дамимыз, мүмкін бірге тәрбиелейміз бір-бірімізді дегендей. Сіздердің жауаптарыңызды күтем. Сіздердің менімен бөліскендеріңізді күтем. Мүмкін мен сіздерге жақсы нәрселерді үйрететін шығармын. Өмірдің өзі сол үйренуден, бір-бірімізден үйренуден, бір-бірімізге үйретуден тұрады. Кездескенше. Светофорға келдім. Пробка бітті. Енді мен ары қарай жүйткеймін. Сау болыңыздар.